Баршаңа қайырлы күн, қайырлы түн, және де қайырлы кеш. Сендерімізге Fastmoney Forex. Бүгінгі видеода біз сендердің Telegram арнамыздағы ең көп қол жинаған опросқа, яғни тақырыпқа видео түсіретін боламыз. Ол тақырыптың аты қанша суммамен бастау керек, және де сауда жасау керек деген жалпы сондай кішігірім тақырып. Ал енді сол тақырып бойынша бастайтын боламыз. Жалпы қанша суммамен бастау керек, жалпы қанша суммамен сауда жасау керек тақырыбын бастамастан бұрын бірінші кішігірім біздің пополнение методтарымен пройдемся, хорошо, кішкене түсіндіріп сендерге көрсетіп жіберейін. Осы жерде бір шолып өтетін боламыз. Пополнить деген жерге басамыз. Бұл менде основной аккаунт емес, басқа аккаунт. Қараңдар. Жалпы мен личный өзім ақша салатын және де шығаратын метод ол бізде Tether. Tetherдің өте көп түрлері бар. Өздерің көріп тұрғандай TRK20 каналы, BEP20 каналы, RK20 каналы, Ton каналы, Polygon каналы, Optimism каналы, Avalanche, Solana, Arbitrum Own, көп түрлері бар, короче, бұл криптовалютаның жалпы. Бірінші очередь TRK деген не, соны кішкене бір не істеп жүрейік. Что такое TRK20? Так, короче, бізге TRK20 емес, бізге не керек? Tron USDT не екенін көру керек. Что такое USDT? В источнике Википедия об этом говорится следующее. Tether – криптовалютный токен, выпущенный компанией Tether Limited, которая утверждает, что его стоимость на 80% обеспечивается запасами долларов США на банковских счетах или их эквивалент. Өздерің көріп тұрғандай, Tether деген бізде бұл криптовалютный токен, короче, криптовалюта. Доллардың, өздерің білетіндей, доллар бізде ең мықты, әлем бойынша ең мықты валюта, который инфляцияға вообще инфляция болмайтын, өте аз болатын. Басқа валютамен салыстырған кезде, басқа валюталармен салыстырған кезде ше, доллар негізі ең мықты, ең сильный валюта ғой. Вот сондай сильная валюта. Енді қараңдар. Ал енді Tether бізде соның артынан жүретін, 80% соның есінен жүретін, қайталап жүретін артынан криптовалюта, короче. Tether деген бұл бізде ненің? Доллардың криптовалюта түріндегі несі ғой, короче, түрі. Давайте нам көріп. Что такое USDT простыми словами? Так, это криптовалютный актив, созданный на основе блокчейна биткоин с помощью протокола OmniLayer. Каждый подобный токен привязан по стоимости долларов США, связан, которые хранятся на специальном ограниченном резервном балансе Tether и могут быть получены, обменены или потрачены через одноименную платформу, дейді өздерің көріп тұрғандай. Так, енді қараңдар. Сколько стоит 1 USDT дейді. Өздерің көріп тұрғандай, енді рубльмен көрсетіп тұр берді. Қазір. Негізі бұл, короче, доллар, короче, криптовалютаның доллар түрі, короче. Криптовалюта, доллардың криптовалюта түрі, короче, криптовалютаның доллар түрі. Все, солай. Енді қараңдар. Tetherдің не екенін біліп алдық, енді болды. Осы Tetherмен біз негізі ақша салып шығарамыз негізі. Мен барлықтарыңа соны ұсынамын. Бұл Tetherді сатып алу үшін сендерге биржа керек. Мен ұсынатын биржаларым өздерің білетіндей ең үлкен, ең популярный биржалар ол Binance, Bybit деген секілді биржалар. Соларды сендер өздердің телефондарыңа жүктеп алыңдар, немесе солар арқылы сендер осы Tetherді сатып алсаңдар болады. Именно мен өзім сатып алатын метод Binance деген биржаның ішінде P2P деген жер бар. Сол жерде, короче, өзімнің картам арқылы басқа адамның картасына ақша жіберіп, сол жерде Binance'ның ішінде автоматты түрде криптовалютаны оның шотынан маған аударғызып аламын. Бұның барлығы сол контракт арқылы жүретін болады. Сол жерден, короче, ақша шығаратын кезде де тура сондай альтернативный, короче, шығаратын кезде жалпы маған бірінші осы брокердің ішінен менің Binance шотыма түседі, спотовый кошелекқа, одан кейін барып ол жерден, короче, мен пополнение кошелегін аударып алып, одан кейін сол жерден, короче, P2P мен өзі сатып алатын адамдарға сатып жіберетін боламын, короче. Вот солай. Ол тура сондай, мен қайтып сатып алдым, тура сөйтіп сатып жүрген секілді, короче, ол менің өзімнің Каспи болса Каспи, картама ақша жібереді, и мен өзімнің немді қабылдап, ақша түскенін растап, короче, қабылдап алып, и дальше солай ақшамды шығарып алатын боламын. Вот солай. Так, енді шүкір.
Жалпы толтыру жағына келетін болсақ, сендер тетчермен салсаңдар да болады. Тетчерден бір жақсы жері ешқандай лимит ештеңе жоқ. Бұл жерден мысалы брокерден $10,000 шығарсаң да, $5,000 шығарсаң да кез келген сумма шығара берсең болады. Карталар бар тоже толтыруға. Сендерге ұсынатын екі способым осы және де осы екі способ. Өздерің көріп тұрғандай. Мына жерге кіресіңдер, мінекей. Допустим, кіріп, өздерінің суммаларын жазып, например, біз $100 толтыратын болсақ, менің ұсынатын суммам барлық жаңа келгендерге $100 деп басасыңдар. Вот оплата картой. Нөмірлерін жазасыңдар картаның, артындағы кодын жазасыңдар, и сроктарын жазасыңдар, қашан бітетін, и дальше уже оплатить деп, короче, не қыласыңдар, толтырасыңдар. Бұл бізде картамен толтыру. Тағы да екінші способ бар, ол бізде қазір көрсететін боламын. Тоже картамен толтыру, бірақ сәл басқашалау. Бұл бізде тура сол P2P сияқты жұмыс жасайтын болады. $100 деп толтырасыңдар, продолжить и оплатить дейсіңдер да 48 теңгені, и күтесіңдер. Бұл бізде ақша толтыру жайлы кішкене ақпарат. Вот. Осындай сендерге бір сайтқа жібереді. Осы жерде қараңдар, өздерінің методтарын таңдайсыңдар. Каспи, Қалык, Чусан, скрытая копия деген вообще қуып кетті мынау. Міне PCC, Береке банк, басқа банктар. Өздеріңді таңдайсыңдар. Например, Каспи таңдаймыз. Вот. И мына жақта өздерің көріп тұрғанда Султан деген шығады. Мынау картаны скопировать етіп алып, өздерінің Каспилеріне кіріп, осы Султан деген жігітке 48,747 теңге тура осы өзін, осы сумманы тура осы жерде қалай көрсетілді, соған жібересіңдер, и одан кейін уже болды. Сендердің осы пакет опшн шоттарыңа ақшаны салып беретін болады, ровно $100. Бұдан қорқудың ешқандай қажет жоқ. Бұл бізде арнайы пакет опшнның өзінің нелері, жұмыскерлері, так что барлығы под контролем болады. Осы ақшаны жіберіп болғаннан кейін сендер уже сендерге автоматически ақшаны салып беретін болады. Сендерде арнайы уақыт болады, осы уақыттың аралығында сендер ақшаны жіберулерің керексіңдер, өздерінің каспилерінің ішіне кіріп, перевод деп қойып ше. И вот. Мына жақта енді кішігірім ескертулер тұр. Перевод нужно сделать одним платежом. Комментарий к переводу писать не нужно. Номер платежа мынау тұр. Поддержкаға тоже жазсаңдар болады егер бірдеңе дұрыс болмай қалса. Поддержка сендерді постоянно поддержит, короче. Вот солай. Бұл бізде карталары. Енді давайте финансы пополнить. Мен тағы да ұсынатын электронный кошелектермен толтырсаңдар болады. 1 минутта алады бұл. Ең жақсысы. Өздерің көріп тұрғандай. Мінекей. $5 минималды. Өздерің керекті сумманы жасап, басып, и продолжить дегенді басып, WebMoney аккаунттарымен QR кодын істеп, короче, толтыра берсеңдер болады. Вот, немесе тетчермен істесеңдер де болады. Енді ақша толық подробно шығару жағын мен өзім айтып қойғанмын. Өзіміздің аккаунт ашу жағында, аккаунт ашу және тіркелу несінде видеосында, ал енді біздің негізгі видеомыздың мақсатынан ауытмайық. Ол бізде жаңадан келгендерге қанша ақша салу керек, және де шығару керек видеосы, жалпы тақырыбы. Қанша ақшамен бастау керек деген, иә. Жалпы жаңадан келгендер, жалпы енді келіп жатқандарға бірінші, как минимум 1 апта, немесе 2-3 күн, хотя бы демонстративный счетта, яғни демо счетта мынарақта, демо деген жерде кішкене торговля жасап, кішкене андай опыт жинап алуды кеңес беремін, потому что егерде сразу бірден нақты счетқа кететін болсаңдар, онда сендер үшін ол опасно болады, потому что бірінші кішкене үйренген өздеріңе дұрыс. Шүкір. Қарап алыңдар міне, демо счетта қараңдар. Пополнить дегенді басасыңдар да. Так. Жоқ, бірінші бетесіңдер қараңдар. Демо счетта ақша толтыру үшін міне. Демо счетта ақша бар екен ғой, демо счетта ақша бар екен бізде. Көрсете салайық негізі. Қоя берші. Короче, бұл демо счетқа сендер өздерің жұмыс жасағыларың келетін кез келген сумманы таңдап, мысалға $1000 салғыларың келсе, $1000 осы жерде бірінші попробуйте, работать с ними, короче. $1000 бастап, и өздерінің қалаған результатқа дейін жеткеннен кейін, уже жақсылап сендерде выигрышный плюс сделкалар шығып бастағаннан кейін уже нақты счетқа ауыса берсеңдер болады. Вот солай. Сендерге настоятельная рекомендация. Ал енді пополнение рекомендациясы жағына. Жалпы өздерің білетіндей қазір бізде менде екінші аккаунт қой. Пополнить деген басамыз. Қараңдар, бізде әртүрлі способтардың өзінің минималды толтыратын порогтары бар. Яғни минималды $5, минималды $10, минималды $5, $6, $7 деген секілді. Бұл бізде минималды допускаемый толтыратын сумма. Это не значит, что ты можешь просто минимум этого пополнить и все. $5 $2,500 теңге, $10 $4,500 теңге, 4,800, почти $5,000 теңге. Минималды толтыру
рұқсат болғаннан кейін минимум толтырып мүлдем қажет емес жігіттер қыздар, потому что ол ақша по-любому мен сендерге 100% гарантия беремін, сендер ол ақша вообще жетпейді сендерге, ол ақша жоқ болып кетеді сауда барысында, оны жоғалтып аласыңдар и все болды. Ол ақшамен ештеңе жасай алмайсыңдар, потому что ол тым аз, понимаете, тым аз. Сондықтан да негізгі ең тамаша сумма, мен енді учениктерім мысалға результат істеп кішкене демошотты қолдарына келіп бастап жатқан кезде мен оларға допускаемый сумма желательно жағдай келетін болса $1000 деп айтатын едім. $1000 сендер өте үлкен алдыларыңа жетістікке жетсіңдер болады, өйткені ол $1000 сумма негізі өте жақсы сумма. Вот 450 000 теңге. Бірақ енді этого не все может позволить себе, конечно. Но осы как минимум енді мен допускать ететін суммам хотя бы ең аз деген кезде $100 мен бастап торговля жасауларыңды сұраймын, потому что қараңдар, бізде брокерде минималды торговля жасау несі $1. $1 төмен сендер торговля жасай алмайсыңдар. Максимум, минимум $1 сендер жасай аласыңдар. Ал максимум $1000. Максимум $3000 екен. Ну, без разницы, короче. Вот қараңдар, то максимум кете береді, короче. Минимум $1 суммаға сделка аша аласыңдар. Егер қарайын, өзің ойлап көрші, сенде $5 сделка пополнение жасадың, сенде 5-ақ шанс бар. 5 шансты егер не успешно жасайтын болсаң, болды, сен уже депозитің жоқ. Ол суммамен даже көтеріліп кету невозможно. Просто логически ойланып қараңдар өздерің. $10 то же самое. 10-ақ попытка бар. Бірақ, конечно, есть люди, которые там көтеріліп кететін, но это уже маловероятно сендер үшін. Как минимум $100 мен неге ұсынып жатырмын, потому что қараңдар, сендер $100 салатын болсаңдар, сендерде депозиттің 1%-мен сделка ашуға мүмкіндік бар. Ол депозиттің 1% біздің случайымызда ол $1. $100 100% деп алатын болсақ, $1 оның 1%. Және сендер $100 мен мысалға 3-4% мен торговля жасап, мысалға $3 $1500 теңге, яғни $3, $4, $5 мен торговля жасап, тоже нормально табысқа шықсаңдар болады. Сендерде возможность шансы много и өте жақсы сумма, сол үшін мен сендерге $1000 мен пополнение жасағанды ұсынамын. $1000 деп қой, как минимум $100 мен. В лучшем случае $1000 мен бастаған дұрыс. Бірақ бастамай тұрып, жігіттер, қыздар, самое главное, бастамай тұрып, кішкене болса да демода торговля жасап, қолдарыңды үйретіп, кішкене опыт алып алыңдар. Как минимум 1 апта негізі, ең дұрысы. Одан кейін барып уже торговляға кірісіп бастай берсіңдер болады. Асықпағандар, ешқандай асығыстық бұл жерде керек емес, сендер өйткені үйреніп кетесіңдер. Күнделіктеріңді өте үлкен ситуациялар, өте көп ситуациялар шығады, так что не волнуйтесь, не торопитесь и все. У вас будет хорошо, короче. Вот солай. Ал енді подведем итоги, короче, менің лично конкретно ұсынатын как минимум сумма для пополнения $100, 45 000 теңге примерно. Одан төмен сумманы просто толтыру бессмысленно, в принципе. Оның вообще смыслы жоқ, потому что өте аз болады ол сумма сендерге. Вот. $100 бастайтын болсаңдар, сендерде, в общем, возможность, шансы и вероятности и заработок будет лучше. Ал сендер уже одан қысқа пополнение жасайтын болсаңдар, сендерге табыс табу үшін, хоть копейка табу үшін өте үлкен рисковать ету керек болады. А это не стоит делать в трейдинге. Так что, ребят, самый минимум $100, рекомендуемый $1000, вообще лучше $5000 толтырған дұрыс. Ну, енді бұл ақшасы барларға. Бірақ, енді білем, барлықтарың қарапайым отбасынан болсаңдар, онда $100 бастағандарың сендер үшін өздеріңе дұрыс болады. Вот солай. Маған сенбейтін болсаңдар, $5, $10 салып көріңдер. Егер де сол салған суммаларыңды $100 шейін апаратын болсаңдар, онда мықтысыңдар. Негізі ол көп жағдайда апара алмайсыңдар, потому что ол слишком қысқа ол ақша. Ол ақша тым аз, понимаете? Ал $100 мен бастайтын болсаңдар, уже өте тамаша, в принципе. Вот солай. Жалпы қазір тамағым ауырып кетті. Негізі бұл видеоны жасау өте қиын болды, потому что бірнеше попытка жасап, өте үлкен попыткалар жасап, монтажға да көп уақыт кетті деген секілді. Видео ұнаған болса, жалпы видео пайдалы болатын болса, лайктарымды, поддержкаларымды аямаңдар. Мен бүгінгі видеода сендерге қалай толтырудың способтары жайлы қысқаша айттым, және де қалай қаншасымен бастау керек, қаншасымен сауда жасау керек, соны айттым. Тағы да қайталап айтам. Ең азы $100, рекомендуемый $1000, ең жақсысы $5000. Чтобы торговля жасап бастап алғашқы табыстарын тауып көру үшін ең четкий сумма, ең аз сумма сендер үшін рекомендуемый $100 болады. $100 мен бастыңдар, барлығы четко болады сендерде. Вот солай. Тамағым ауырып отқаннан. Бүгінгі видео аяқталды. Баршаларыңа рахмет, сау болыңдар. Сендермен әрі байланыста боламыз. Сұрақтарың болса, комментарияға жазып кетсеңдер болады. Баршаларыңа рахмет, сау болыңдар.